Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Міне маған бүгінгі есебім келді 200 теңгеге орындайтын. И бүгін шешеміз. Мінеке. Параққа жазып алдық. Енді ары қарай шешейік. Екі жағында квадраттаймыз. Не үшін десеңіздер, бізге түбірден құтылу керек. Сол себептен квадраттап шығамыз екі жағында. Так. X плюс 6 мына минус 2-ден x плюс 6 мына тағы да түбірасты ашылады. 3x минус 5 тең 9x минус 9. Так, енді ары қарай шығарайық. Мына не ұмытып кетіппіз ғой. 3x минус 5-та. Жақсы, 3x минус 5 тең 9x минус 5. Ой, минус 9. Енді ары қарай шығарайық. Мыналар теңестіреміз, мынаны біріктіреміз. Мынау екеуін ортақ бір түбірге ала саламыз, көбейту болғандықтан. Так, бізде 4x минус плюс 1. Жақшаның ішінде минус 2. Яқты 2. И түбірасында, ортақ түбірасында x плюс 6. Және жақша жабылады, жақша ашылады. 3x минус 5. Так, тең. Бізде 9x минус 9 болып қала береді. Пока. И сразу наяққа жіберіссақ тоже болады. Минус 2. Түбірасында x плюс 6. 3x минус 5. Мынаны наяққа жібереміз. Сол кезде бізде болады 5x минус 10. Сосын ары қарай шешейік. Екі жағында квадраттаймыз. Мынаны. Жарайды, бірінші түбір астында нені шешіп алайық, ата квадраттағанда кішкене қате кетіп қалады. Так. Минус 2. 3x квадрат плюс 13x минус 30 тең 5x минус 10. А пока квадраты жоқ. Ерте жаз қоймаңыздар. 5x минус 10. Енді квадраттасақ болады. Так, и так. Квадраты бар. Енді ары қарай шешейік. Квадраттаймыз. Мына 4 жақша жабылады. 3x квадрат плюс 13x минус 30. Өзі қалады. Тең болады. 25x минус 100x и плюс 100. Бұл қалай шықты десеңіздер, квадрат теңдеу кәдімгі наяқтағы шешкендей бағана. Тура солай. Енді 4-ті наяққа көбейтіп шығайық. Так, 12x квадрат қосылған 52x минус 120 тең 25x минус 100x. Наяқта квадраты бар айтпақшы. x плюс 100. Енді ары қарай біріктіреміз. Мына екі теңдеуді біріктіреміз. Бір теңдеу аламыз. Ол үшін біріктіру үшін бізде ең тиімді жолы мынаны наяққа біріктірсек болады. Так, жауабы 13x квадрат минус 152 минус 220 тең 0. Қалай 13x десеңіздер, мынау мен мынаны алдық. Мынау бізде минус болып өтеді, мынау плюс бізде 13x қалады. Мынау мен мынау бізде мынау минус болып өтеді и 152 болады. Мынау бізде минус, значит плюс болып өтеді. Мына жақта бізде плюстан болады, сол себептен 220 болады. Енді ары қарай квадрат теңдеу. Енді оңай. Дискриминантпен шешейік. Ветпен салсақ, кішкене қиын болып кетеді екен. 13 тұрғандықтан. Енді
дискриминантқа салайық. Тең. Бізде 152 квадраты қанша болады екен? Есептейік. Так, 152 көбейтілген 152. Бізде 23104 болады екен. 23104. Енді ары қарай шешеміз. 4 көбейтілген 13. 4 көбейтілген 13 көбейтілген 220. Мына бізде плюс болады айтпақшы. Ұмытып кетпеңіздер. И азайту мына минус 11440. Тең болады. Екеуін азайтқанда бізде 23104 азайтылған 11140. Ой, 440. 11664. 11664. Так, енді x1 және x2-ні табайық. Енді ары қарай тапайық. Бөлшек сызамыз. Бірінші бізде мына 152-ні жазамыз. Если бұл формуланы білмей тұрсаңыздар, бағанадан бері көрсетпеппін, жарайды. Так, дискриминант бөлінген 2а. Міне бізде формула. Осы формулаға саламыз. Так. Бізде 152 плюс-минус. Так. Бізде плюс-минус 11664-ті түбірастан шығарайық. Ол бізде 108 болады екен. И бөлеміз 26-ға. 13 көбейтілген 2 бізде 26. Тең. Тең арайқа жазайық. 2 тал тең болады. Бізде үстінде 152 мен 108-ді қосамыз. И бөлеміз 26-ға 10 болады. Так, 152-ден 108-ді азайтамыз. 44. И және 26. Бізде 44-тен 26 шықты. Біз жауабына қарайық. Жауабында ондай мән жоқ. Онды қабылдамаймыз, өйткені уже ол деген қанша қойсақ та тең болмай қалады. Жауаптар тең болмайды. Значит, бітеміз енді. Мынаны 2-ке қысқартайық екеуінде. 2-ден қысқарт жібереміз. Ол бізде болады 22-ден 13. Ондай жауап бар ма екен? Бар екен. Ол бізде С жауабында. Оны қалай шешеміз десеңіздер, ары қарай міне мынаны алып, мына орындарына қойып шығамыз. Мынаны жаққа қоямыз. Сосын мынамен тең болу керек. Тең болмаса, жауапқа қабылдамаймыз. Если 10-ды қоятын болсақ, ол бізде уже тең болмайды. Міне жауаптың өзі де айтып тұр міне бізде. Бөлшек. Жауапқа да қарап білуге болады. Шешімі жоқ жағдай ол бізде тек қана 10 болғанда жауапта, мынау астыңғысы шықпаған кезде осы шешімі жоқ болушы еді, мысалға алғанда. Немесе тағы да нелер бар, өзгешеліктер. Жақсы, енді рахмет сіздерге толықтай көргендеріңіз үшін. Және сау саламат болыңыздар. Сіздерден келесі заказды күтемін. Қош, сау болыңыздар.